10-шы тақырып. Дағдарысты меңгеруде Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру маңызы. Дағдарыс қарсы менеджментіндегі тәуекелді басқару процесі. Тақырыптың мақсаты дағдарысты меңгеруде Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру маңызын тұжырымдау. Дағдарыс салдарын жоюда экономиканы инновациялық жаңғыртудың шетелдік тәжірибесін және дағдарыс қарсы менеджментіндегі тәуекелді басқару процесін талдау. Тақырыпта 2 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру маңызы және жүргізілген іс-шаралар мен жобалар. Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымының құрамында. 2015 жылы дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу Қазақстанның экономикалық өрлеуі, жаңғыруы мен бәсекеге жарамдылығы үшін маңызды. Қазақстан халықаралық стандарттарға сәйкес болуы және халықаралық сауда жүйесіне барынша қатысуы тиіс. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелік бұл сонымен қатар серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге және Еуропалық одақтың жаңа тәсіл директиваларына сәйкес Қазақстан мен Еуропалық одан арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың негізгі құрамдас бөлігі. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу туралы өтінішті 1996 жылдары берген. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше аталған 162-ші мемлекет. Әлемнің ең ірі экономикалары Қазақстанға инвестициялар үшін қолайлы елдердің бірі ретінде мойындалды. Біз үшін ол өте маңызды, себебі дүниежүзілік экономикалық қарым-қатынастың ең биік шыңы, ең жоғары көрсеткіші дүниежүзілік сауда ұйымы. Соған еліміз мүше ретінде кіргенде қандай деңгейде, қандай жағдайда араласамыз, сол Қазақстанның дағдарыстан шығу мүмкіндігін көрсетеді. Әлемдік нарықтың толыққанды мүшесі атану үшін жаһандану дәуірінде ұжымдаса қабылданған әлемдік ойын ережелеріне жылдам бейімделе алуымыз керек. Бұл әсіресе шағын және орта бизнеске қатысты. Себебі дүниежүзілік сауда ұйымы нарығында ең жойқын ауыртпалықты бірінші сезілетін осылар. Өндіруші саламызды, маркетингті, отандық менеджментті әлемдік деңгейге көтеруіміз керек. Қазақстан ұстанған позиция бойынша ел экономикасы дүниежүзілік сауда ұйымға кіруі міндетті болды. Себебі біз әлемдік үрдістерден бөлініп кете алмаймыз. Ұйымға мүше болып енуіміз уақыт талабы, бірақ қандай да бір ұйымға бірлестікке енбес бұрын бізге ол не береді деген заңды сауал туады. Ең біріншіден, Қазақстан әлемдік сауданың элитасына кіреді. Елдегі шағын және орта бизнестің нарықтық аясы кеңейіп, Еуропаға, Шығыс Азияға тауарды еркін өткізіп, оны сатуға мүмкіндік ашылады. Отандық кәсіпкерлер мейлінше сауатты құрған сауда нарығына түседі. Ұйымға мүше мемлекеттер қазақстандық тауарларға бірдей мүмкіндіктер беруге кепілдік етеді. Қазірдің өзінде шетелге тауарларын экспорттаған ұлттық брендті аз емес. Екіншіден, дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болу сыртқы капиталдың көптеп келуін қамтамасыз етеді, яғни шетел инвестицияларының көлемі арта түспек. Қазақстанда дүниежүзілік сауда ұйымға енгеннен соң инвесторларды тартуда Орталық Азия аумағында көшбасшылығын одан әрі күшейте түспек. Үшіншіден, еліміз сауда саласындағы дауларды шешудің әлемдік тәжірибесіне қол жеткізетін болады. Қазіргі кезде дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберінде қолданылып отырған дауларды шешу тетігі халықаралық сауда жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Ұйымның өз бағасы бойынша ол әлемдік экономикада тұрақтылықты қамтамасыз етуге қосатын үлесі зор. Ұйымда ақш, Канада және Еуропалық одақ ең белсенді қатысушылар болып есептеледі. Дегенмен дамушы мемлекеттерде бұл механизмге жиі сүйенетін болған. Төртіншіден, қазақстандық инвесторлар дүниежүзілік сауда ұйымға мүше мемлекеттердің нарығына қол жеткізе алады. Дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберінде қазақ инвестициясы салынған мемлекеттердің саны да арта беретін болады. Бесіншіден, қазақстандық тұтынушылар арзан тауарларға молынан қарап болмақ. Кедендік кедергілерсіз енген шетелдік тауарлар біздің елде теңдей құқыққа ие болады. Алтыншы, Қазақстан өзінің ұлттық мүддесін қаперге ала отырып, әлемдік сауданың жаңа ережелерін жасақтауға өз үлесін қоса алады. Ал ең бастысы, Қазақстан халықаралық сауда нарығының толыққанды мүшесі ретінде өз имиджін біршама жоғарылататын болады. Келесі екінші сұрақ: дағдарысқа қарсы менеджменттегі тәуекелді басқару процесі. Тәуекел дегеніміз белгісіздік. Кәсіпкерлік тәуекел, инвестициялық тәуекел, сақтандыру тәуекелі, банктік тәуекел түрлері бар. Менеджер тәуекел шешімді жасаған кезде өзінің біліміне, тәжірибесіне, институциясына сену керек.
қорғаныс шарасы және компенсациясы шарасы ретінде сақтандыру жүреді. Мүлікті сақтандыру мүлік иесінің материалдық құндылықтарын жоғалу және бүлдіру тәуекелінен сақтайды. Коммерциялық тәуекелді сақтандыруға арендалық төлем тәуекелі, алдын ала төлеу, төлемді кешіктіру немесе төлемеу, құрылтайшылар тәуекелі, тауарды уақытында түсірмеу немесе тауарды толық әкелмеу тәуекелдері. Тәуекел шешімдерін іске асыру үшін оны әзірлеу процесінде тәуекелді төмендету әдістерін айтайық. Тәуекелді басқару стратегияларын әзірлеу ұйым тәуекел менеджерінің мақсаты, міндеті, функциялары. Төменде бірнеше функциялар аталған. Атап өтейік, тәуекел құқының шекарасын анықтау керек. Тәуекел жаңалтуларды минималдау үшін құралдарды және олардың жолдарды анықтау, қорғаныс әдістерін анықтау, ресурстарды сақтау, тәуекел шешімдерінің жағымсыз салдарына компенсация шараларын әзірлеу, тәуекел деңгейін бағалау және тәуекел шешім нәтижесінде әсерін анықтау. Сол сияқты кез келген басқарушылық қызмет тәуекелдік сипаттамада болады. Тақырыпта өзіндік бақылау сұрақтары келтірілген және де тақырып бойынша әдебиеттер тізімі қойылған. Назарларыңызға рахмет.